деп тұрған кезде бассайда кетті ғой. Қайдан білесің қашан бекетін сен? Ыңғайсыз ойлап деймісің? Атаң келіп атса сол осындай жағдай болып жатыр. Звондап атса мені көрген жоқпын деңдер. Вообще айтпаңдар мені, кел демеңдер. Мақұл апа, енді өзіңіздің қызыңыздың үйі апа. Қанша уақыт тұрғыңыз келеді, тұра беріңіз апа. Қанша уақыт жүргіңіз келеді, жүре беріңіз. Сізге ыңғайсыз болса мен квартира жалдаймын, гостиницаға кетіп кетемін. Сіз осы үйде бола беріңіз апа. Жағдайыңыз жасаңыз, қызыңыз қасыңызда. Не болды, мам? Тамақ дайын, неге кірмей жатсыздар? Рахмет тамағыңа. Қайтып тамақ ішесің? Бір апта жатам деп едім, квартираға шығасың ба бірдеңе деп мынау жақтырмайды. Сен мені мамама квартираға шығасың дедің ба? Сен қуасың ба квартирасын ес? Сен мамам келгенде мен бір ауыз ләмлеймін дедім ба? Айналайын бір ай жатты үйде мен бір ауыз тіл қаттым ба? Айтқан жоқпын. Оның шеше сенің шешең ешек болып тұр ғой. Сондай болып тұр ма сонда? Менің мамамды адам құрлы көрмей тұрсың ғой сен сонда, я? Ашырасам. Құсамасаң тумағырай, айтқан жоқпын. Алло, қалия қалайсыздар? Амансыңдар? Я, сол сәуленің үйіне келгем ғой. Бұлар да 40 пышақ болып ажырасып жатыр екен көрсіз. Ай, қой деп анасына жүгірем, қой деп араларына түстім. Жастар тыңдасын ба қазір, өздері біледі ғой бәрі, ешкім тыңдамайды. Аны екеуі 40 пышақ қырылысып, ана күйеу бала 8-ші этаждан секіріп өліп кетті. Енді 8-ші этаждан өлген өледі ғой енді, өлмегенде несі бар? Мама, құдай сақтасын.